Баршаңызға сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп қолдап отырды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қойдың өкпесінен жасалған өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен біз пиязды маринадтап алуымыз қажет. Ол үшін пиязды видеодағыдай турап, бір ыдысқа салып, үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық 70% уксус және 1 стакан суды құйып, қантын тұзын ерітіп, қақып бетін жауып 40 минутқа қалдырамыз. Мен өкпені алдын ала пісіріп алдым. Өкпені 40-45 минут пісірсеңіздер болады, сол жеткілікті болады. Салатқа мен бір өкпені ғана қолданамын. Және де өкпенің ішінде трахеялар болады. Тураған кезде сол трахеяларды алып тастаған жөн. Ұзыншалап қара кесек жерлерін кесіп, трахеясын қолданбайсыз. Осылайша өкпені турап шығамыз. Енді сәбізді ұзыншалап тураймыз, теркадан өткізсеңіз болады. Корнишондарды 2 бөлеміз. Ыдысқа туралған өкпемізді, сәбізімізді және корнишондарымызды саламыз. Маринадталған пиязымыздың суын сорғытып қосамыз. Жүгері қосамыз. Және де 3 жұмыртқаны ұзыншалап турап қосамыз. Көк шөптерді егер жақсы көрсеңіз майдалап турап қосыңыздар. Татымына қарай тұз, қара бұрыш және де майонез қосамыз. Біз қоспалардың бәрін қосып болдық. Салатымызды жақсылап араластырамыз да ұсына береміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді салат, ерекше. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.